Сәлем достар, біз бүгін трайфл дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне қант саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз осылай 2-3 есе үлкеюі қажет. Жұмыртқалы массамызға сұйық май қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнымызға какаомызды саламыз. Оның үстіне разрыхлитель салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массаға ұнды електен өткізіп саламыз. Біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Тестамыз дайын. Енді оны формаға салып, духовкада пісіреміз. Бисквитіміз дайын, енді оны толықтай суытамыз. Суыған бисквитімізді осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ыдысқа қойып шығамыз. Пропитка жасап шығамыз. Үстіне кремімізді саламыз. Кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Мен заварной кремді қолдандым. Заварной кремнің рецептісін каналымнан көре аласыздар. Шоколадымызға сливочное масло саламыз. Оның үстіне сливки құямыз. Водяной баняда ерітеміз. Шоколадты массамыз дайын, енді оны суытамыз. Шоколадты массамыз суыды және қоюлана түсті. Шоколадты массамызды трайфлымыздың үстіне құйып шығамыз. Трайфлымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Трайфл өте жұмсақ, әрі өте дәмді болған. Жасап көріңіздер.